Саламатсыздар ма? Құрметті менің көрермендерім, оқырмандарым, бәріңе сәлем. Бүгінгі видеомда мен ешқандай жаңағы тақырып, теманы бұған арнап жаңағы дайындаған жоқпын, бірақ бір сұрақты нақтылап шамалы ашып өткім келіп тұр. Өйткені маған нумерологический анализге адамдар көбінесе жаңағы сұрайтын, айтатын сұрақтары бар, соларды айтқым келіп отыр. Мысалы, адамдар келеді да, мені сұрайды. Мен осы өмірде біртүрлі болып жүрмін, өз-өзімді жоғалтып алған сияқтымын, немесе не істесем дедім, ақша дұрыс келмейді, постоянно мен қарызға кіріп кетсем, ақша таба алмай жүрмін деп айтады. И мен бүгін жаңағы бір блогер бар, орыс блогер бар, Александр Древс деген. Ол қазір енді бір 20 жыл болды Германияда тұрады. Соның видеоларын қараймын. Сіздерге де егер керек болып жатырған болса, ол кісі орысша айтады. Орысша егер түбін жақсы түсінетін болсаңдар, пожалуйста, Александр Древс деген ютубта бар. Соның каналына подписаться етіп, онда өте көп мына саморазвитие туралы, психология туралы, ақша туралы, адаммен қарым-қатынас туралы нәрселер өте көп. Бұл енді мен оны реклама жасағаным емес, жарнамалап жатырған жоқпын. Мен ол кісіні мүлдем танымаймын былайынша жеке. Бірақ оның айтып жатырған нәрселері маған өте ұнады. Айтып жатырған нәрселерінің бәрі енді біз өзіміздің ойлағанымыз сияқты. Мысалы, ол айтады, адам дейді, бір-бірмен, мысалы үшін мына өмірде бір өзін жоғалтып алған адам ақша таба алмай жүр дейді. Оның түпкі проблемасы самый неде дейді. Ол мына балалық кезде, кішкентай мына өздеріңізді бала болған кезіңізде деген, сіз қазір есіңізде болмайды ғой, бірақ сол кезде мысалы дейді, может әкеңіз ішкен шығар дейді, ішіп, может мамаңызды ұрып атқан кезде сіз көрген шығарсыз дейді. Мүмкін сізді бағаламаған шығар, болмаса қайта-қайта жоқ, сен адам болмайсың, сен ондайды істеме, оған сенің әлің келмейді, ақша жоқ, немесе ақша тапқандардың бәрі анандай бәрін жеп қояды, әркімді жаңағы тонаған, ұрлаған деген сияқты. Көп қой ондай мәселелер. Сондай нәрсе болған кезде кішкентай бала сол кезде өзін қалай сезінеді? Өзін мен сол моментте қолынан ештеңе келмейді ғой, менің қолынан ештеңе келмейді деп ойлайды ол сол кезде. Сол қорқыныш қалып қояды. Бала кезде қалып қойған қорқыныш сол күйінде жабылады да, ол адамның мына түп санасына жазылып қалып қояды ғой. Енді ол түп санадан еш нәрсені алып тастау мүмкін емес. Оны тек қана басқа соған ұқсас нәрсеменен ауыстыруға ғана болады. Оны сонымен ауыстыру үшін адам өзі өзгеруге, өмірін өзгертуге, алдыға қарай талпынуға, соған өзі шешім қабылдап, алдыға қарай жылжу керек. Осындай бір психологтарға бару керек, немесе постоянно жаңағы осындай саморазвитие жасайтын адамдардың әңгімесін тыңдау керек, сұрақтар беру керек. Біреу бірдеңе айтса, бірден келсе қоймай, неге ол олай? Шынымен сондай ма? Мен соны тексеріп көрейінші деген мағынада алдыға қарай жылжып, сөйтіп өзін өзі дамыту керек. Менің сол жаңағы Древстің видеосының өте мықты әсерімен мен сіздерге де сондай мағынада, соның айтқандарын бір қазақша айтып жеткізгім келіп жатыр ма, енді ананы көріп алып ма, біреуге айту керек, мынаны айту керек деп отырмын да. Сонда ол айтады, жаңағы ең бірінші балалық кездегі адамның басына қалып қоятын қорқыныштар ғой. Сол қорқыныштан арылу керек. Енді ол қорқыныштан арылу үшін просто сондай адамдарды табу керек. Болмаса психологқа бару керек деген. Неге? Өйткені сондай адамдарда, енді қазір көбісі психологтың бәрі де ол мәселені дұрыс шеше алмайды. Именно сондай нәрсемен, детский травмамен айналысатын психолог болу керек, тек қана. Енді бедейді. Сондай өзіне ұқсас адамдармен бірге сөйлесіп, өз-өзіне деген мына сенімділігін арттыру керек деген. Болды. Бір ғана уверенность в себе. Сол уверенность в себе дұрыстаған кезде, ол уже шамалы болса да бір қадам, жарты қадам, бір қадам алдыға баса береді. Болмаса, ол адам
уже ана іштегі қорқынышы бар, мысалы үшін ақша табайын деп тұрады, күшті идеясы бар, бірдеңе ашқысы келеді, жұмыс ашқысы келеді, ашайын деп жүреді, анандай дейді, мынандай дейді, бірақ жолдағы келген қиындықтардан ол уже қорқып қалады. Өйткені кішкентай бір уже сомнение болып қалды ма, кішкентай күмәнданды ма, оған менің әлім келе ме екен, әлде ойбай, ертең ана жерден тексеру келіп қалса не істеймін? Соның бәрін кішкентай нәрсені ойлап қалған кезде уже жаңағы мына түп санамыздағы, балалық шағымыздағы жаңағы кішкентай қорқыныш сол атып шығады. Мен қорқам, менің қолымнан ештеңе келмейді деген. Ол кезде ол бала болды ғой. Сонда да ол қалып қояды. Сонда ол алға қарай жүре алмайды, жаңағы жұмысын алға жүргізе алмайды, өйткені менің қолымнан ештеңе келмейді деген мына жақта тұр. Енді бұл енді түбіне дейін жеткіздім деп ойлаймын, түсініп жаңағы бала кездегі адамның алатын психологический травмасын. Мына адам енді мен үйреніп алып бірден өзі жаңағы жасап көріп, көп ақша тауып көріп, айтпайды ма екен деген сияқты болады ғой енді адамдар. Бірақ енді менің ойым, бәріміз бірге жүрейік деген ой. Өйткені ол видеоны мен естіп алып, Жадыревстің әңгімесін тыңдап алып, өзім пайдаланып, ешкімге айтпай жүрсем, ол да болмайды. Өйткені мен басқа адамдарға жақсылық істеуім керекпін. Мысалы үшін ақша жалғыз бір неге жаңағы бір моментке тірелмейді ғой. Мен жұмыс істей берсем ғана ақша табам деген болмайды. Ең біріншіден ақша табу үшін не болу керек адамда? Экспертность болу керек. Экспертность деген ол сен өзіңнің салаңда бәрін жақсы білуің керексің. Мысалы үшін сен фармацевтсің ба, от и до фармацевт болуың керексің. Просто саудагер емес. Мысалы сен врачсың ба, от и до врач болуың керексің. Барлық нәрсені білуің керексің, нюанстарын бәрін білуің керексің. Немесе мен мысалы үшін етікшімін ба, мен жаңағы етіктің аяқ киімді қалай тігетін қыр-сырын бәрін білуің керекпін. Енді барлық жерде сондай өзің эксперт болуың керексің, өзіңнің салаңда. Содан кейін сенде мына адамға деген экспертность болғанменен ценность дейді ғой, бағалы нәрселерді мына адамдарға совет беруменен, адамдарға көмектесуменен, кішкентай лайфхактарменен адамдарға көмектесе беру керек. Өйткені біз сыртқа қандай позитивті, қандай жақсы нәрсені сыртқа шығарсақ, бізге сол қайтып келеді. Өйткені алдыңа келеді деген әңгіме бар емес па біздің қазақта? Сондай, міне, жаңа эксперт болу керек, жаңағы адамға бағалы құнды затты, құнды нәрсе адамға біз пайда әкелуіміз керекпіз. Содан кейін біз өзіміздің істеген ісімізге, іс-әрекетімізге, өмірімізге бәріне жауапкершілік алуымыз керек. Өйткені дәл осы моментте біздің келіп тірелген моментіміз бар ғой, енді жаңағы біреулер жаңа мен өз-өзімді жоятқан сияқтымын, потеря болып жүрмін, не істейтінімді білмеймін, ана жұмысым ұнамайды, я болмаса ақша таба алмаймын, я болмаса қарызға кіріп кеттім деймін. Осы біздің тұрған состояниеміз өткен, алдымызда өтіп кеткен өміріміз болсын, я болмаса кешегі бір 15-20 жылдықта істеген қателігіміздің кесірінен. Біз соны жасағаннан кейін бүйтіп келе бере жаңағы снежный ком дейді ғой, қарды бүйтіп жаңағы не қылсақ, аққала жасасақ деген сияқты қар өспей ма, солай сияқты үсті-үстіне қосыла береді. Сол үшін енді келешекте біз алдымыз жақсы болу үшін, біз қазір уже қателік жасамауымыз керек. Қазір шешім қабылдай білуіміз керек. Біз өмірімізге өзіміз жауапкершілік алуымыз керек. Осының бәрін жасаған өз қолымызбен деп. Ешкімді кінәламау керек. Ойбай, ана президент дұрыс емес, мынау бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, ана жерде Украина мен Россия жаңағы соғыс болып жатыр, ана Путин дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Ол басқа біреуді кінәлау деген сөз, ол уже біз отмазка айтып жатырмыз. Өзімізге жауапкершілікті, өзіміздің өмірімізге жауапкершілікті алмай тұрмыз деген сөз. Енді тағы да бір пункт, осы жаңағы ақшаға туралы уверенность деген. Жаңағы басында айтқанымыз, өз-өзіне сенімділік. Сонда адам ақшаға деген мен ақша таба аламын, жалғыз ақша емес, осы өмірде мен өмір сүре аламын, мен ақша таба аламын, мен адаммен сөйлесе аламын, мен өз-өзімді алып жүре аламын деген өзінде сенімділік болу керек, уверенность. Енді соның бәрін қосқанда, мысалы үшін ең бірінші эксперт болу керек, құнды зат, құнды адамға құнды информация беру керек, және
осознанность, өзің сосын жаңағы ответственность, осы өзіңе жауапкершілік, өмірдің жауапкершілігін өзіңнің қолыңа аласың, сосын уверенность в себе, өз өзіңе сенімділік. Сол төрт нәрсенің бәрін қосамыз да біз неге көбейтеміз? Көбейтетін нәрсе емес, бірақ нәрсе адамның мына түзеу жүріп тұруы. Мына біз жаңа Құранда айтады ғой, өтірік айтпа, ешкімнің затын алма, біреуге қиянат жасама деген сияқты. Сондай біз өзіміздің мұсылманға тән нәрсені, жалғыз мұсылманда емес, ол барлық дінде бар, адамға қиянат жасамау, адамға көмектесу, пайда әкелу осы қоғамға. Сондай нәрсең болса, жақсы карма наработанный болса деген сөз ғой. Енді былайша алып келгенде, жаңағы нумеролог болғаннан кейін бірінші карманы айтамыз ғой. Кармаң жақсы болса дейді, енді өткен бұрынғы прошлый жизньдағы бұрынғы өмірлерінде адам карма нарабатывать етеді өзіне, сол кезде келесі өмірі соған байланысты болады. Енді айтады ғой, мысалы үшін мен өткен өмірінде сондай істеп кеттім, енді не істеймін, енді мен қазір уже оны қалай өзгертсем дейді. Осы тұрғанда мына видеоны көрдіңіз ба, естідіңіз ба, бірден осы сағаттан бастап уже сіз положительный карма нарабатывать етуге тырысуыңыз керексіз. Өйткені қазіргі заманда энергиялар тез жылжиды, бәрі тез болып жатыр. Сіз уже қазір істедіңіз ба, қазір көресіз результатын. Мысалы, жамандық істеген адам жамандықтың нәтижесін тез көреді. Жақсылық істеді ме, оның да нәтижесін тез көреді. Өйткені мен оның бәрін айтатын себебім, мен оны өз басымнан өткіздім. Бір нәрсе болып жатырса, қалай ойлайсың, солай қарай кетеді ғой. Енді сонда адам өзіне жақсы карма нарабатывать ету керек деген. Карма деген не ол? Карма деген ол тағдыр. Мысалы, біз тағдырды не істейміз? Айтады ғой, өзі Құдайдың жазғаны болады дейді. Құдайдың жазғаны болады. Оған ешқандай күмән жоқ. Құдай бізге, бәрімізге де жаңағы өміріміз қалай болатын біз білеміз, соның бәрін жазып қойған, Бірақ тағы да екінші не бар ғой. Мысалы үшін Құдайдың айтатындары көп, біздің жаңағы мешітте, неде, уағыздар айтады ғой. Сонда айтады, Құдай айтады дейді, сақтансаң сақтаймын дейді, Сонда не деген сөз? Менің маңдайыма жазды екен болды деп жүре бермеу керек. Шамалы болса да әрекет жасау керек. Мысалы үшін көшеде келе жатсың, машина жолда келе жатсың, былай машинаға қарамай жолдан өтіп бара жатсың да, мені Құдай сақтайды, болды, менің басыма түскені болады деп. Ол дұрыс емес қой, ол жерде машина басып кетсе, соғып кетсе, ол кезде сен өзің жасаған боласың ғой. Міне сондай. Значит, бұл не деген сөз? Тағдыр бізге берілгенменен біз кейбір заттарға, өзіміз таңдау жасай аламыз. Өзіміз, мысалы үшін бір адам саған келіп айқайлап ұрсып жатса, сен бірдеңе дұрыс жасамаған болып жатсаң, сен ол адамға деген екі жаңағы таңдау бар осы жерде. Бірден айқайлап бас ұсталып ұрсу, екіншіден шамалы күтіп тұрып, мен барлық адамға өзімнің клиенттеріме айтамын, 5-ақ секунд ойланыңдаршы деймін. 5 секунд үндемей тұрыңдар. 1, 2, 3, 4, 5. Көрдіңіз ба? Қандай ұзақ уақыт. Сол уақытта сіздің ең бірінші айқайлайтын агрессияңыз уже өшіп қалады да, сіз уже дұрыс нәрсе айтасыз. Уже таңдауыңыз бар ғой осы жерде. Сондай сияқты өмірде біз каждый қадамымыз, әр қадамымызда таңдаймыз. Келе жатамыз да, оңға барамыз ба, солға барамыз ба, өзіміз таңдаймыз. Тұрамыз да, ананы аламыз ба, мынаны аламыз ба, таңдаймыз. Қазір обедте не істейміз, мынаны істейміз ба, ана істейміз ба, таңдаймыз. Сол сияқты өмірде біз қай болмаған ситуацияның бәрінде де бізде таңдауымыз бар. Бұл адам мені заставить етті сондайға, ол мені соны жасауға мәжбүр қылды деген ол дұрыс емес. Мәжбүр қылып тұрған, ол просто саған шанс беріп тұр. Ал сен ол шансты дұрыс пайдаланбай тұрсың деген сөз. Дұрыс таңдау жасаған жоқсың деген сөз. Міне енді бәрін айтып, біріне кеттім, ақшадан бастап жаңағы бастап едім. Карма таңып неге кетіп қалдық, бірақ бұл өте жақсы тема. Сондықтан древсті қараңыздар, өте жақсы нәтижелер, нәтиже деппін ғой, жаңағы нелер айтады, советтер, опыты өте көп. Сосын мына адамда не болады ғой, жаңағы
біз таңдаған кезде мына жертва рөлінде таңдамауымыз керек. Ең бірінші өзімізге пайда әкелетін жағын, сол жақты ойлап таңдауымыз керек. Сол кезде ешқашан адаспайсыздар. Өзіңізге жақсы болатын нәрсені ойлап, ең бірінші соны таңдау керек. Сосын уже ары қарата туғаныңа, көршілеріңе, окружениеңе, достарыңа деген сияқты. Не болды осы бүгінгі видео сіздерге бір кішкентай не дейді, миға бір кішкентай серпіліс болсын деп, шамалы болса да мүмкін біреуге осындай бір жауап керек жүр ме екен деген сияқты әңгіме. Сіздерді өзімнің жаңағы нумерологический анализге шақырамын. Егер де өмірде адасып деген енді өте бір қатты мағынада ше, ондай емес. Енді қатты адасып деген сөз ол просто қиындық жағдайлар болып отырған кезде қазір не істесем екен, я болмаса менің осы келе жатырған жолым дұрыс па екен дегенді білгіңіз келсе, онда талдауға келіңіздер. Осы видеоның астында мен сіздерге сілтеме қалдырып кетейін. Сол сілтеме арқылы кіріп нумерологиялық талдауға тапсырыс берсеңіздер болады. Сау болыңыздар.